Сәлем достар, сіздермен Айсұлу, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін ерекше скатерть тігетін боламыз, яғни ені 1 метр, ұзындығы 3 метр столға арналған скатерть. Егер сіздердің столдарыңыз басқаша болса, осы жерде сілтеме қалдырам, өтулеріңізге болады, есептеп беруге дайынмын. Ол үшін бізге екі түрлі мата қажет болады. Дак материалдан, яғни бұл су өткізбейтін мата. Бұл жерде екі түр түсінен алдым, бір-біріне сәйкестендіріп, бір түстегісі және де осыған сәйкес принтті матада. Бұлардың ендері стандарт бойынша 180 болып келеді. Жалпы дак матасының мінеке мына жерде мен 18 деп алып сіздерге көрсету үшін салдым. Жалпы осы ақшыл принт бар матадан бұл бізде негізгі түс болып келеді да, бұл қасына қосымша қанық түс болып табылады. Осыдан мен 2,20 қылып алдым, яғни 2 метр 20 сантиметр қылып алдым. 2,20 қылып қидыртып алдым, сатып алдым, және де мынаны бұл бізде 120 қылып алдым. Бұл жерде сіздер 80 сантиметр қылып алсаңыздар да болады. Мен бұл жерде ары қарай салфеткалар жасаймын деп, мына жерге ар жағында 40 сантиметрді қалдырып отырмын. Енді бұл жерде ары қарай біз скатертті бұдан шығаруымыз керек үнемдеп. Ол үшін мен мына жердегі жаңағы салфеткаға деген 40 сантиметрімді, яғни қиып алып тастаймын. Бұл жерде менде 80 сантиметр қалады. Содан кейін бұның дәл ортасынан қақ бөлемін. 110-да 110 болады сонда. Ол жерде сіздерге кішкентай масштабта көрсетіп тұрмын, сондықтан сіздер үлкен матаны елестетіңіздер. Ені бойынша бір-біріне осылай қойып орналастырып аласыздар қаратып. Мінеке мен 40 сантиметрлік 180-нен бұлардан кейін мен салфетка шығаратын боламын. Мысалға, бұдан 6 штук қана салфетка шығады, яғни ол аз қонақ шақырған кезде ғана пайдалануға жақсы, немесе мынадан да артық алып араластырып қоюларыңызға болады. Егер де бірақ алмаймын десеңіздер, сатып алмай қоюларыңызға да болады. Сонда сіздер мынаны тек қана 80 сантиметр қылып алуларыңызға болады бұл түстен. Ал мынаны 2,20 қылып, сонда сіздерде жалпы 3 метр ғана кетеді столға. Мынау салфетканы есептемесеңіздер. Мынау бізде енді 80 сантиметр, бұл екеуі 110-110-нан 2-ке бөлдім. Сол секілді 40 сантиметрден ортасынан оны да ұзыннан осылай бөліп шығамын. Мінеке жалпы осындай болды. Енді осы жерде біз аламыз да осы екеуін ұзыннан қосамыз. Сонда бізде 360 ұзындығы шығады, 180-де 180. Және де сол секілді мынаны да қосамыз осылайынан, ортасынан. Оларды қосып тігіп болғаннан кейін дәл ортасынан осының тағы да бөлеміз. Яғни бұл бізде 55-тен бөлінеді 110 сантиметріміз. Мінеке осылай бөліп қойдық, яғни мына жерлері тігілген деп есептесеңіз, сосын осыны әкеліп біз ортасына қойып тігіп алуымыз қажет болады. Жалпы түсінікті болу деп ойлаймын. Сонда бізде 3 метрлік дастарханымызға жан жағынан айналасынан 3 сантиметрден қайыруға есептеген кезде екі жанынан 22-ден және де 27 сантиметрден екі алды артынан түсіп тұратын болады. Енді әрі қарай осылай бір жартысына осы ортаңғы бөлігімізді бір-бірін беттестіріп тігіп аламыз. Мінеке шын мәнісіндегі көрініс, яғни біз беттестірдік бір-бірімен. Және де ортасынан қосылған жері бір-біріне дәл келіп тұр. Осылай әрқайсысын инемен бекітіп аламыз. Сосын жүргізіп тігіп шығамыз. Осы жерге келген кезде тігістерімізді екеуін екі жағына қаратамыз бағыттарын. Мінеке көріп тұрсыздар, чтобы ол жерде ешқандай да уплотнение болмау үшін. Енді зигзаг тігісті таңдап, тігістердің шеттерін өңдеп шығамыз. Артық жіптердің барлығын қиып тастаймыз, шығып тұрған. Және де тігісті үтіктейміз. Тігісті екеуін екі жаққа қарата үтіктеп шығамыз. Мінеке дәл осылай. Ортаңғы тігістеріміз бұл. Және де мынау жанындағы тігісті қосылғанды біз ортасына қарай үтіктейміз. Сонда былай сыртынан қараған кезде мынау көк матамыз үстінде тұрған сияқты болып көрінеді мінеки. Сондықтан да тігісті соның астына қарай жіберіп үтіктейміз.
Бұл міне бірінші жартысы дайын болды. Енді келесі жартысында осылай ортаңғы тігістермен сәйкестендіріп келтіріп қойып инемен бекітіп аламыз. Және де барлық жерін инемен бекітіп аламыз. Инемен бекіту өте маңызды, қыздар, достар. Себебі ол сіздердің 80% жұмыстарыңыздың гарантиясы болып келеді. Яғни тіккен кезде қиналмай бір нақышта тігіп шығасыздар. Мінекей осындай болды. Енді шет жақтарын түзейміз. Мына жерде артық қалды мата, соларды сызып ұзыннан қиып тастаймыз. Және де енді екі бүктеп алып матамызды мінекей ортасынан қосылған жерінен бүктейміз. Дәлме-дәл келтіріп, сонда бізде артық жерлері көрінеді. Қараңыздар, ортасынан бастап бүктеген кезде бізде міне мына жақта шет жағында кішкене артық қисық жерлері бар. Төменгі жағынан да сәйкестендіріп қараймыз дұрыстап, және де соны қиып тастаймыз. Бізге түзеу скатертті шығару маңызды, себебі біз қазір жан жағын қайырған кезде түп түзеу болу қажет. Енді жан жағын бізге қайыру қажет. Ол үшін 1 сантиметрден барлық жағынан осылай сызып шығамыз. 1 сантиметрді ішке қарай қайырамыз, және де одан тағы да 3 сантиметрге қайырамыз. Сонда жалпы қайырып тігу үшін 4 сантиметр қажет жан жағынан. Мінекей осылай барлық жағынан сызып, сосын ұзыннан оларды сызып өтеміз. Әр жерден 1 сантиметрден өлшеп алсаңыздар болады. Ұзыннан сызғышпен сосын қоса қоясыздар. Сонда барлығы түзеу шығу қажет. Енді осы сызықтан ары қарай 3 сантиметрден алуымыз қажет. Сызып алған сызықтың үстінен тағы да 3 сантиметрден белгілейміз. Өлшеп қарап. Және де келесі жағынан да дәл солай істейміз. Оларды қосамыз сосын. Мен сіздерге тек түсінікті болу үшін бір жақ шетін ғана көрсетіп жатырмын. Ал негізінен барлығын ұзыннан сызып шығасыздар. Енді осы жерде біз бұрышын шығару үшін мінекей одан бұрын 1 сантиметрге бірінші қайырып үтіктеп аламыз барлығын. Жақсылап үтіктеп аламыз. Достар, еңбегімнің жеміс ретінде сіздерден лайк, комментарий, пікір күтетін боламын. Және де каналда түрлі видеолар шығады жақында. Штор тігетін боламын, перде, яғни ол жерде де оңай жолын көрсететін боламын. Сондықтан да жазылып қойыңыздар. Сіздер үшін түкте емес лайк, пікір жаза салу деген. Бірақ мен үшін өте маңызды, еңбегімді әрі қарай жандандыра түседі. Үлкен рахмет. Әрі қарай бізге бұрышын шығару қажет болады. Ол үшін осы жерден 3 сантиметр алды ғой, енді әрі қарай, одан да әрі қарай 3 сантиметр тағы да аламыз. Яғни мына ортасында тұрған шаршы пайда болды ғой, дәл сондай сияқты шаршыны жанынан да сызамыз. 3 сантиметрден жан жағынан қарап алып, 3-те 3 қылып, осындай шаршы сызу қажет. Осы кезде біздің сол қиылысқан бұрыштары, мынау екі бұрыш бір-бірімен қосылу қажет. Точкалар, осы точка. Сол точканы ұзыннан сызып шығамыз, нүктелерімізді қосып. Мінекей. Барлығын қарап аламыз және ұзыннан сызамыз. Осы ұзыннан сызған сызығымыз арқылы біз тігуіміз қажет. Матамызды кейін қарай қайырып, міне осылай қайырамыз кейін қарай. Және де сол бұрышты жаңағы сызғын бір-біріне келтіреміз, түзеу қылып. Барлығы сәйкес келуі қажет. Және тігіп шығамыз сол жерден. Тігіп болғаннан кейін артық жерін қиып тастаймыз. Тігіске қарай 1 сантиметр қалдыра отыра. Мінекей осындай болды. Енді осыны ішіндегі тігісті біз екі жаққа қаратып үтіктеп тастауымыз қажет. Мінекей.
енді сыртынан тағы да бір үтіктейміз. Бұрышын жақсылап шығарып алу қажет инемен. Барлық төрт бұрыштарында осылай жасап шығамыз. Мінекей мынау екінші бұрышы, яғни қиып тастадық артық бұрышты, және де тігісін екі жаққа қарата отыра үтіктеп тастайын деп тұрмын. Және де оны кейін қарай айналдырамыз, бұрышын жақсылап шығарамыз. Мінекей. Енді бұл жерде сіздерге оңай болу үшін, шатасып кетпес үшін, мінекей мынау жаңағы сызған сызығымызды 3 см ғой, сызылды ғой. Енді соны сыртына да сызып қойымызға болады. Яғни осы нүкте арқылы өтіп тұр ғой барлығы. Және де соны сыртына да сызып алсаңыздар болады, қайырылған жерден. Не көрсетіп тұрмын. Мінекей осы сызықтар бір-бірімен беттескенде, яғни сәйкес тұруы қажет, сосын тігіп шығасыздар. Енді барлық жерді 3 см-ге қайыра біз үтіктеп шығамыз. Және де осылай инемен бекітіп аламыз барлығын. Одан кейін сол шет жағынан қайырған жеріміздің тігіп шығамыз. Егер де сіздер барлығын өлшеп, нақтылап жасасаңыздар, сіздерде ешқандай матаның қайырып тұрған жері немесе артық қалуы сияқты ондайлар шықпау керек, яғни барлығы түп-түзеу болып шығу қажет. Мінекей осындай болды, және де соңғы рет тағы да үтіктеп шығамыз барлығын. Мінекей скатертіміз дайын, ерекше әдемі болып, яғни ортасындағы бөлігі ол имитация болып тұр, екінші скатерть ретінде, бірақ та біз оны қосып тігіп тастадық. Яғни біз сондай жолмен үнемдедік десек те болады. Қыздар, тігіп көріңіздер, өте керемет. Еңбегімнің жемісі ретінде сіздерден достар лайк, пікір күтетін боламын. Сіздерге түк емес, мен үшін өте маңызды.